Oh, we overslept again. Whose son? Daddy's son! Good job. Have a nice day! You too, darling. Daisy! Daisy! You will stay at home, okay? Alan! Good morning, Mr. Williams. Good morning, Alan. How you doing? I'm fine. Hi. How are you? I'm fine, and you? Fine, thank you. So, this was the interesting thing that happened to my family. Thank you. You can take your seat. Alan, you're next. Okay, let's listen to Alan's story. We are a family of 4. Daisy, the youngest in the family, will do whatever she wants. She's so spoiled. If you don't give what she wants, she'll be mad. Daisy, the smartphone even more expensive than you. Drop it. Daisy, give it to me! Daisy! Daisy! Look there, Daisy. Daisy and Mom get on very well. They love each other very much. My mother is a designer. She isn't very popular, but we believe in her. Now, you are alone, nobody can see you, extend me, okay? My dad is doctor. He's a special kind of doctor. He doesn't treat people. He helps them look more beautiful. I'm not very happy with the shape of my lips. What kind of changes would you like to have? They are bulgy. I will like them to make them smaller. Too smaller, okay. Are you allergic to any medications? No. What kind of lips do you want? I want this. Oh, good choice.
Okay, what other interesting things are there in your family? About my dad, my grandparents had always dreamed of having a boy and waited for a long time. That is why they named him Arman. It means dream. There were 3 girls before my dad. They named their daughters Ulbolsun, Uldana, Ultu. Is that a superstition? The names mean Ulbolsun, I need a boy. Uldana, a smart boy. Ultu, give us a boy. Thank you, Alan. You told us the most fascinating story. You can take your seat. Иә, келіп қалыпсыңдар. Жүрістеріңіз суыт қой. Не шаруа? Олбосын, бастайсың ба? Енді жеңеше, апа, мәселе былай ғой. Мына үйде қалқиып жалғыз отырғаныңызға қаншама жыл болды. Сол жанымызға батат дегендей. Иә, содан. Содан сол. Ары қарай өзіңіз білесіз ғой, апа. Өзім де солай ойлап ем. Қыздарым, мен сендерге мұнан айтайын. Тыңдаңдар. Анау кірген қақпаларың бар ғой? Иә, қайсысы ана қақпа ма? Иә, ана қақпа. Соның ар жағына барыңдар да қақпаны жауып, келген жақтарыңа қайқайыңдар. Апа, осы уақытқа дейін бетіңізге келмей, қайқай десеңіз қайқайып келдік. Енді тыңдаңыз бізді де. Бөтен емес, өз қыздарыңыз ғой келіп отырған. Иә, өзіміз. Ұлболсын, Ұлту, мен. Ел жұрттың 3 қыздан қайыр жоқ. Шешелерін жалғыз отырсып қойыпты деген сыпсың сөзіне әбден тойдық. Қысқасы, біреуіміздің қолымызға келіп, тұрыңыз. Иә, не істейсіз жалғыз өзіңіз мына үйде? Бармыз ғой біз. Жетіспеген енді күйеу баланың қолына барып тұру еді. Күйеу балаңыз да өз балаңыздай ғой, апа. Неге олар шеттете бересіз? Иә. Апа, туған балаларыңыздай болып кетті ғой. Құдайға шүкір, 3 күйеу балаңызда. Енем менің қолыма келсін. Жоқ, менің қолыма келсін. Жоқ, өзім бағам деп әнеке құлшынып отыр. Хотындар кешікті ғой, ә? Қазір енеміз абайсызда иә десе не істейміз? Ақылдасып болу керек. Енді ақылдасқанда ол кісі мұнан қолында тұрғысы келетін шығар. Неге менің? Неге менің? Мен енеммен тұра алмаймын. Мен өмір енеммен тұрып көрген адам емеспін. Өй, тұрмасаң тұрасың. Қорқатын несі бар? Сонша шошыған несі мен? Соны айтам. Ей, ене деген мәңгілік емес қой. Тірі кезде сыйласқанға не жетсін? Ha? Менің жекешелендіріп алған енем құсап сөйлеп отырсыңдар ғой. Біле білсеңдер, ол сендердің де туған енелерің. Ей, әңгіменің ашығын айтсақ, біздің әйел үйдің үлкені болғандықтан кемпірдің қолында өскен. Енемізді жеңеше деп ренжітіп алады. Біздің үйде тұрмайтыны анық. Ей, мен қабырғалас отырмын ғой. Бұлай-ақ қолым алатын едім, бірақ енді қазақтың дәстүрі бар ғой. Дұрыс емес пе қыздеке? Қыстаубай деп айта берші. Иә, Қыстаубай, мына енді үлкен кісілер қазақта кіші баланың қолына барып тұрады. Сен жасы кіші бажасың. Сондықтан әп-әдемі жігіт ақыл есің дұрыс, өзің түсінетін жөнің бар ғой енді. Иә. Мен бажаның ішінде жасы кішісі мен. Бірақ мына сіздің әйеліңіз үлкен көрінгенімен менің әйелімнен жасы кіші. Сондықтан
Менің жолым үлкен болады да, кіші күйеу бала сіз боласыз. Мен сенен 5 жас үлкенмін. Bu yerде әйелдердің қандай қатысы бар? Әйелдердің қандай қатысы бар bu yerде? Қалай қатысы жоқ? Қалай қатысы жоқ? Біздер әйелдер жағынан туысамыз ғой бір-бірімізге. Әйелдеріміз болмаса, тіпті бір-бірімізді танымайтын дедік. Оның үстінде сіздің әйеліңіз мені жездеке деп күнде ойнайды. Енемізде сізді кіші күйеу бала деп күнде еркелетіп отырады. Сондықтан да енемізді өзіңіз қолыңызға аласыз. Мынаған сөз өтпейді екен. Әкем марқұм айтушы еді. Миың болса полициямен айтыспа деп. Әулие адам болған екен ғой жарым. Айналайын қыздарым. Естеріңнен шығып кетсе айтайын. Мен топырлатып қызғанды туған жоқпын. Ұлда туғам. Соның қолында тұрам, сол мені асырайды. Ол ұлыңыз бағатын болса неміз бар, апа? Айтыңызшы. Ойбай, Арман шетелде оқиын деп жатыр. Ойбай, Арман оқуын бітіріп келсін, қарқ қылады. Ау, келінің оқуы бітсін, кішкене қалды. Әні, мәне. Не болды ал? Кәні қарқ қылған? Ол болсын айтсаңдаршы, неге үндемейсіңдер? Я, келінге сол жақтан ғана жұмыс табылады екен, анау екен, мынау екен деп, ақыры бас айналып, ұлыңыз сол жақта қалып қалды ғой. Айтпайын десе айтқызасыз, апа. Болды. Осы жерден тоқтай қал. Барыңдар. Бала шағаларыңның ас суын беріңдер. Көп сөзді қайтесіңдер. Не қып отырсыңдар? Барыңдар. Осының бәрі шығарып жүрген анау кіші қыз. Апам тағы да көнбеді. Не болды соншама? Мойныңнан жүк түскенде үфілеп? Жай ыстықтап кеттің. Апам күйеу баланың қолына бармаймын деп отырды. Өкінішті. О кісінің мазасын алмай қой көреді. Ұлташ, үйге қайтайық. Сөйтейік. Қыс жақындағанда тағы бір сөйлесеріміз апаммен. Ешқашан қартаймайды, жүрек
Sorry. Алло, Ал, апа қалайсыздар? амансың ба балам? Келім мен, немерем қалай? Жақсы апа, өзіңіздің денсаулығыңыз қалай? Мен үлкен адам. Сендер өзі хабарласуларыңды сиретіп кеттіңдер ғой. Уайымдаймын. Апа, уайымдамаңыз. Бұл жақтың жұмыс тәртібі басқа дегендей. Әйтпесе... Мен сендердің ол жаққа бүйтіп байланып қалатындарыңды білгенде оқуға жібермес едім ғой. Апа, мен сізге сәлден кейін хабарласайыншы. Мен де пациент күтіп тұрады. Мен көп уақытыңды алмаймын. Апа, айта беріңіз, тыңдап тұрмын сізді. Оқу дедің, жұмыс дедің. Саған кедергі болған жоқпыз. Менің бір арманым, ұлдың қолында тұрсам, немерем көз алдында өссе демем. Не келеміз деп ұзартып кеттіңдер ғой. Sorry, what was that? Қазір, 1 минут. Sorry, we will start in a minute. Алло, Арман. Апа, айта беріңіз, тыңдап тұрмын, апа. Ол жақта қаласыңдар ма? Жоқ, елге қайтып келесіңдер ме? Оны енді өздерің білесіңдер ғой. Менің тек сендерден өтінішім. Бұл жақта ел бар, жұрт бар. Науаттың баласы келіпті деп, төбемді бір көкке жеткізсең демем. Апа, енді өзіңіз білесіз ғой, немереңіздің мектебі осында, келініңіздің қызметі бар дегендей бәрі қолбайлы болып тұр. Оның үстіне аз уақытта келіп кетуіміздің өзі қиындау, апа. Жарайды. Келін шаруасынан қалмасын. Апа. I have some pain. Can you take it, please? Sorry. Bye-bye, Salmon. Alan, Salmon. Goodbye, Alan. See you soon. Bye-bye. Dad, Mom, I'm home. Dad, what's the occasion? Балам, біз қалай келістік? Түске дейін ағылшынша, түстен кейін? Тек қазақша сөйлесеміз деп. Жарайсың. Әке, бұл менің құрметіне? Балам, анаң ауылдан келген хабарды жеңіл қабылдасын деп сюрприз жасап жатырмын. Бірақ анаң ол жаңалық ұнамайтын сияқты. Неге? Өйткені Дейзидің өзі ол жаңалықты ауыр қабылдап жатыр, қарашы. Міне. Surprise! Oh my god! Мынаны мен үшін дайындадыңдар ма? Әрине жаным, сен үшін. Рахмет. Thank you, my love. Рахмет, ботам. Рахмет. Ненің құрметіне? Қазір айтам. Ал енді таңғалу эмоцияларын түгендеп болсақ, дастарханға жайғасайық. Отырайық кел. Арман. Ау. Балам. Бүгін мен үшін ерекше күн болды.
Менің сән көрсетілімге кімдер келетінін білесіңдер ме? Кім табады? Джордж Армани. Жоқ. Тағы да кім бар? Миуччо Прада. Жоқ, таппадың. Екеуі де келеді. Жоқ, балам. Ай, сол аракеңдер келемайды-ау. Daisy! Daisy, come here. Арман? Не болды? Түсінбедім. Әлде тағы басқа тосын сыйың бар ма? Жоқ. Я... Біз ауылға баруымыз керек. Ауылға? Я... Тез арада. Тез арада болғанда қашан? Ертең. Дейзи, бізге ол жаққа баруға болмайды. Do you know what they are saying? Yes, I know. Арман, сен не айтып тұрғаныңды түсініп тұрсың ба? Біз келістік қой. Иә, ауылға барамыз, бірақ қазір емес. Жанау. Жанау, тыңдашы енді. Иә. Біз тез шұғыл баруымыз керек, кейінге қалдыруға болмайды. Біз барамыз да келеміз. Қалай барамыз да келеміз, Арман? Дәл қазір баруға болмайды, менің жұмысым. Тыңдашы енді. 10 күнге барамыз. 10 күнге? Иә. Барамыз да келеміз. Болмайды. Отыршы. Жанау, керек десең келгеннен кейін ана жұмысыңа көмектесең, иә. Сән салондармен өзім келсем, адамдарымды өзім жинап берем. Барайықшы. 10 күнге. Жоқ. Алло. Ой, айналайын. Я, апа, тыңдап тұрмын. Тыңдағанда былай, бір маңызды шаруа бар. Үйге тезірек жетіңдер. Жақсы. Сіз айтсаңыз болды, барам. Өзім де сол. Ауылға барайын деп дайындалып тұрғам. Жақсы, апа. Сағат 1-де дейсіз бе? Жарайды. Сағат 1-де сіздің үйіңізде боламын. Иә. Алло, апа? Алло. Апа, естілмей кетті. Алло. Осы енеміздің тез жет дегеннен басқа сөз жоқ. Адам өзі жұмыстан басы қатып отырса. Сонымен бақа, мына 5 тауықты ұрладым деп өзің мойындап отырсың. Солай ғой, ә? Жоқ, аға, ешқандай тауықты ұрлаған жоқпын мен. Қалай ұрлаған жоқсың? Мына түсініктемеде ұрладым деп қол қойдың ғой. Ол менің қолым емес, біреудің қойған қолы шығар. Жарайды. Солай де. Олай болса менде бір арыз бар. 5 жылқы ұрланғаны туралы.
Кім ұрлаған табу керек болып тұр. Жылқы? Жоқ аға, ешқандай жылқыны ұрлаған жоқпын мен. Енді тауықты алған шығармын, бірақ жылқыға менің ешқандай қатысым жоқ. Ой, енем екеуің екі жақтап әбден шаршаттыңдар ғой. Алло? Апа? Иә, қазір барам. Иә, тез жетем ғой.